Ғадият сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Қатты ентігіп, шапқан, тұяғынан от шығарған. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Таң сәріден шабуыл жасаған, тозаңдатып, шаңдатқан. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Сөйтіп, жаудың ортасына кірген аттарға серт. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. Шын мәнінде, адам баласы Раббына тым қанағатсыз етеді. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Өйткені ол өзі де оған куә. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Сондай-ақ, ол байлықты өте жақсы көреді. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Ал олар білмей ме? Қабырдағылар қопарылып шығарылған кезде. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Көкіректегілер ашыққа шығарылған кезде. إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Ол күні Раббылары толық хабар алушы.